Біз Алланың емес, биліктің қалауымен дінде жүрміз дейді тиктокер. Тикток әлеуметтік желісінде көпшілікті өзінің өткір ой пікірлерімен сүйсіндіп жүрген блогер қыз бұл жолғы сөздерімен де көрерменді ойландырып қойды. Нағаш әжемнің әкесі: балам, үкіметпен ойнама, үкімет қаласа халыққа құдайын ұмыттырып жібереді деп. Сонда нағаш әжем: құдайын ұмыттыру мүмкін емес қой, басқа қазақ құдайын ұмытпас деп ойлайды екен. Алайда 1922 жылы атеистік көзқарастағы кеңес үкіметі орнағанда халқымыздың 90% құдай жоқ дейтін қоғамға айналды. Үкімет қалады, қазақ құдайын ұмытты. Тәуелсіздік алдық. Мұсылман екеніміз есімізге түсті. Дінге бет бұрдық. Хиджаб киіп, сақал қою қалыпты жағдайға айналды. Жұрт айтады: Алланың қалауымен иманға келді, дінге бет бұрдық деп. Алланың қалауымен емес, билікке ыңғайлы болғандықтан қоғам діншіл болған жоқ па? Қалай ойлайсыз? Халықты құлдық санада ұстау билікке тиімді емес пе? Негізінен дін көбінесе жер қазба байлықтары көп елде кеңінен тарайды. Неге? Себебі, мысалы қазба байлығы аз Жапония, Оңтүстік Корея, кей Европа елдерін алып қарасаңыз, онда елдер халқын неғұрлым білімдетуге күш салады. Себебі, оларда біздегі сияқты сатып байитын шикізат көп емес. Ал Ресей, Қазақстан сияқты елдерге халқының тым білімді болғанның аса қажеті жоқ. Себебі, сатылған шикізаттың ақшасын сұрайтын ақылды адамдардың көбейгенін қаламайды. Ал енді ойланып қарасаңыз, діннің не үшін керек екенін және де қоғамның діншіл болуы құдайдан ба, биліктен бе дейді тиктокер. Тиктокер қыздың бұл пікірін дұрыс демеске амал жоқ. Билік шындап қаласа, қазіргі сапсиған сақалдыларды бір күнде кестіріп, шұбатылған хиджаптарды бір сағатта шешкізе алады. Билік қаласа, бәдігін сапырған уағызшылардың үнін бір минутта өшіре салады. Сондықтан Қазақстан мұсылман ел болады. Халқымыздың 90% мұсылман деп кейбіреулер өздерін алдамаған жөн. Себебі, күн ертең билік басына атеист азамат отырып, дін атаулының көзін жойып жіберуде әп-сәтте. Солай емес пе? Қалай ойлайсыз? Дайындаған Хақназар Садырхан.